Сәлем достар, бүгін біз Қытай тілін үйренетін боламыз. Қытай тілін үйренбестен алдын біз HSK деген ұғымды түсініп алуымыз қажет. HSK дегеніміз не? HSK бұл Қытай тілін қаншалықты білетіндігіңді көрсететін халықаралық емтихан. Яғни IELTS сияқты, ағылшындағы тіліндегі IELTS сияқты, Қытай тілінде HSK қарастырылған. HSK-дің бізде 6 деңгейі бар. Бұл HSK1, бұл ең алғашқы деңгей болып есептеледі. Бүгін біз осы HSK1-дің бірінші сабағын өтетін боламыз. Сабақты бастамастан алдын мен пенин жайлы айтып кеткім келіп отыр. Қытай тілінде бізде әріптер, яғни Қытай тілінде алфавит болмайды, алфавит жоқ. Бізде Қытай тілінде тек қана иероглифтер болады. Осы иероглифтердің қалай оқылатындығын біз осы пениндер арқылы білеміз. Осы сөзді, мысалы осы ни хау деген сөзді жазылып тұрған, бұны біз пенин дейміз. Яғни пенин бұл Қытай иероглифтерін латын әріптерімен оқуға көмектесетін жүйе, яғни қытайша сөздерді қалай оқылатындығын көрсетеді. Бірінші сабағымыз бұл сәлемдесу сабағы. Бұл сабақта біз қалай қытайлар сәлемдесетіндігі туралы өтетін боламыз. Ең алғашқы текстке қарайтын болсақ, бізде мына екі сөз бар. Ни және де хау. Ни бұл переводы сен деген мағынаны білдіреді. Ал хау бұл жақсы деген мағынаны білдіреді. Ал егерде мына жерге қарасаңдар, ол екі сөзді қосып жіберген. Ни, яғни сен, және де хау, жақсы, ни хау. Бұл болады сәлем. Ни хау, ни хау, ни хау. Сәлем. Ни хау, сәлем. Бізде Қытай тілінде 4 тон бар. Осы 4 тон. Қытай тілінде 4 тон бар. Міне, бірінші тон, екінші тон, үшінші тон, және де 4-ші тон. Осы 4 тон бұл өте маңызды, себебі егерде сіздер сөздеріңізді айтатқанда тондар өзгеріп кететін болса, ол сөздің мағынасын өзгертіп жүреді. Мысалға айтқанда, мына бірінші тонда төбесін сіз қарайтын болсаңыздар түп-түзу сызық. Яғни оны сөзді түп-түзу айту керек деген сөзді білдіреді. Мысалға айтқанда, екіншісі ол көтеріліп тұр. Бұны как вопросительный қылсаңыздар болады, сұрақ сияқты. Барамыз ба деген сияқты. Үшінші бұл бізде төменге түсіп, қайта көтерілуді айтады. Яғни Төртінші резко төменге түсіру. Бұл өте маңызды орын алады. Және де бізде егерде мына тонда үшінші тонмен кезігіп қалатын болса, бірінші тұрған үшінші тон, ол екінші тонға айналады. Бұл қиын емес, бұл оңай. Бірінші тұрған үшінші тон, екінші тонға айналып, екінші тұрған үшінші тонда қалып кетеді. Мысалға айтқан кезде, қазіргі өтіп отқан ни хау сөзі. Ни хау, ни и хау. Бізде мына ни хау деп айтқан бұл өте қиын. Және де сәл үйкеспейді. Ни хау. Ал егерде үшінші тонды екінші қылып жіберсең, яғни ни хау, бұл түсінікті болады. Және де ни хау деп айтқан ол қиынырақ. Сондықтан қытайлар 3 пен 3-ші тон бірге келіп қалса, бірінші тұрған 3-ші тонды екінші тонға өзгертіп жіберіп, оны 2, 1, 3 қылып жіберген. Яғни ни хау емес, ни хау. Түсінікті ғой, мысалы бөлек-бөлек к, и, мына жерде кы-и, фу-дау.
сабақтың өзіне оралатын болсақ, біз айтылып өтілді мынау тақырып, яғни ни хао, сәлем. Бізде екінші текстке қарайтын болсаңыздар, мына жерде жаңа сөздер бар, нин және де нимын. Нин, оның переводы сіз. Яғни бұл үлкендерге айтылатын, яғни более құрметтелінетін, яғни сіз деген мағынаны білдіреді. Ни ол сен, нин ол сіз. Ниннің арқасына хауды қоятын болсаңыз, саламатсыз ба деген сөз пайда болады. Міне. Нин хау, саламатсыз ба. Ал мынау нимын, бұл сендер деген мағынаны білдіреді. Нимын, сендер. Сендер жақсы болса, ол сәлеметсіңдер ме болады. Яғни мына жердегі мын, бұл ларлер, дардер деген сияқты сәлеметсіңдер ме. Бұл көпше тұр. Яғни нин хау, саламатсыз ба. Нимын хау, ол сәлеметсіңдер ме. Үшінші текстке қарайтын болсақ, бұл жерде мына дуайбучи, мэйгуаңси, дуайбучи, бұл кешір деген мағынаны білдіреді. Кешірім сұрау. Кешірші. Дуайбучи, бір нәрсенің қате жасап қоятын болсаң, сен біреуден кешірім сұрайсың, мысалға. Оның кофесін төгіп алатын болсаң, сен дуайбучи дейсің. Ал ол саған қарап тұрады да, мэйгуаңси дейді. То есть, ничего страшного, ештеңе етпейді. Мэйгуаңси. Дуайбучи, кешірім сұрау. Мэйгуаңси, ол бізде ештеңе етпейді деген мағынаны білдіреді. Сонымен бізде бірінші сабақтың соңына да жеттік. Бірінші сабақты менде осы видеоның астына сендерге бұл иероглифтердің қалай жазылатындығы туралы тастап кететін болам файлды. Сендер сол файл арқылы бұл иероглифтермен жұмыс жасай аласыңдар. Және де тағы да қосымша ақпарат ретінде ютубтан сендер осы иероглифтерді жазып, пенендерін жазып, how to write, яғни қалай жазылады деп жазсаңдар, бұл иероглифтердің қалай жазылатындығы туралы көрсетілетін уроктар бар. Сол арқылы сендер дайындала аласыңдар. Мені жоғалтып алмас үшін менің арнама тіркеліп кетіңдер.